Сәлем достар, сіздермен бүгін үйге арналған кішкентай қорап дайындаймыз. Ол үшін осындай ағаш, қайшы, метраж, ара сияқты заттар қажет болады. Енді үлкен қораптан барлық шегелерді алып тастаймыз. Содан соң барлық ағаштарды өзімнің қажетімше 20 сантиметрден кесіп шықтым. Енді дайын болған ағаштарды барлық жағынан осылай тегістеп шығу қажет болады. Содан соң ағаштардың барлығын бір-біріне жалғаймыз. Ол үшін шегемен жалғап шықсаңыз да болады. Бірақ менің ағашым жіңішке және жеңіл болғандықтан ыстық клейдің өзіне қатты ұсталынып тұрды. Содан соң қорапты әсемдеуге осындай home деген жазуды трафарет етіп кесіп шығамын. Бұл қорапты әрқалай қолдануыңызға болады. Мен кітаптар тұратын қорапша етіп қолданамын. Ұнаған болса, лайк басыңыз, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.